Ассалаумағалейкум достар, сендермен бірге әдеттегідей мен Монстр. Я достар, сіздер бүгін видеоның тақырыбынан немесе превьюдан көргендеріндей біз бүгін қазіргі мен ойнап жүрген Pink серверіндегі қазақтардың бір-біріне аразылығы неде, және де оларды бір жерге қосуға бола ма? Сол сұрақта және де сіздердің тақ қойған сұрақтарыңызға мен жауап беретін болам. Полный неге бізде конфликт болып жүр, неге біз қазақтар мен қазақтар соғысып жүр, соның бәрін осы видеода сіздерге жеткізетін болам. Я достар, видео басталмай тұрып сіздер осы мен каналыма тіркеліп, поддержка ретінде видеома лайк басып, жылы комментарияны жазып кетіңіздер. И бұл маған өте үлкен поддержка, прям мотивация, мен оны келесі видеоны сол арқылы тез уақытта шығаратын болам. Я достар, видеомызды сразу бастап кетейік. Достар, негізінен бұл оқиғаның бәрі мен ойнайтын Саратов серверінде басталған болатын. Қашан екенін білмеймін, но мен Саратов серверінде өзімнің ең алғашқы Sigma Казахс деген семьямды аштым. Одан кейін жайлап дамыттым, автопаркын дамыттым, басқа да заттарды істедім. Но бір кезде менің үлкен ошибкам болды достар. Мен Бусаевай жерден, яғни деревянский домиктардан бір деревянский домик алған болатын сояқтан. FH5120, я сол жерден дом алған болатын. И неге ошибка? Не үшін ошибка ол, білесіңдер ме? Дәл қасымызда көрші болды. Бізде Казбат Empire дейтін семья болды. Я бір қазақтардікі тоже Казбат Empire, прям олардікі де деревянский домик. Прям дәл қасымызда болды да, вот бір примерно 10-20 метрлік жерде болды. И достар, біз олармен күніге атыстық. Достар, негізінен біз атыспайтын едік. Ол кезде мен номер 2-ші ошибкамды айтып кетейін. Мен тиктогыма видео салған болатын, типа Саратов наш деп. Мен ойламадым, что ол кезде оларды нейтіп ол сөз жындандырады деп. Сөйтіп, ол сөз сол видео салғаннан кейін маған комментарияға өте көп хейттар болып кетті, что орыстар айтып кетті маған, ойбай, таксистер анау-мынау деп. И оны көре алмаған қазақтар да сол орыстарды қолдап мені де хейт етіп кетті. Соның кесірінен достар, мен өзіме көптеген хейттар жинап алдым. Мен ойламадым бұндай болады деп ешқашанда, мен өзімнің бұл қателігімді ешқашанда кешірмеймін. Достар, енді сендер айтулар мүмкін, ол Саратов сервері, бұл Pink серверіне не қатысы бар, оны сен не айтып кеттің деп. Достар, вот, во-первых, мен қазір Pink серверінде кіммен конфликт болып жүрмін? Дикий Алмазбен. Дикий Алмаз, айтып кетейін не үшін. Дикий Алмаз Саратов серверіне, вот оны Ори Казбат дейтін Казбаттың лидеріне, Саратов серверіне мені ұту үшін, типа мені дінт ету үшін келеді. Білмеймін не үшін келеді, әйтеуір мені, тиктогына мені өлтірген видеоларын салу үшін келе ма, білмеймін, әйтеуір сол үшін Саратов серверіне келеді. Саратов серверіне келген кезде бізде конфликт басталады, олар бізді күніге өлтіреді, базадан шықсам болды өлтіреді. Одан кейін бізде оларды өлтіреміз, бізде тиктогымызға ответка саламыз. Солай бізде көптеген проблемалар көбейіп кетті, я достар. Солай, одан кейін олар ақыры сонда дегендеріне жетті. Олар техспец Риан Мизарт дейтін баламен олардың ВК-сына жазған, что у Мансура Fast Connect. Менде, яғни Мансурда Fast Connect деп мені прям көтімді ашқан. Ал ол Fast Connect менің бір тиктоктағы бір видеомда көрініп қалған. Достар, өкінішке орай сондай менде өте прям одан кейін мен көтім ашыды. Ойладым мен, что Black Russian тастап кетемін деп. Достар, мен бұл Саратов серверіне келмей тұрып мен қақта ойнадым. Мен осы Pink серверінде ойнадым. Pink серверінде бізде Danger Squad дейтін семья болған болатын. Одан ол семья лидері менің жан досым Қайсардікі болатын. Қайсар содан кейін айтты маған, Pinkке кел, Pinkке мен саған семьяны білем, Саратов серверіндегі балдардың бәрін осы жаққа тартамыз, дамимыз деді. Мен ойладым бүйтіп, неге олай жасамасқа, шынымен де. Неғып Pink серверіне барып дамымасқа, ол менің туып өскен жерім емес пе деп. Одан кейін мен прям басым кетіп қалды сол Pink серверінде дамығанға. Одан кейін мен сол Pink серверіне ақыры бардым. Мен тоже тиктогыма видео салдым, что ойға барғанымды. И сол видеоны Алмаз көріп, Алмаз мені одан сайын қуанды. Алмазға ол өте үлкен плюс болды. Неге дейсіңдер ма? Өйткені Алмаздың основной сервері Pink етін достар. Pink сервері Алмаздың основной сервері етін.
Мен даже білесіңдер ма, сол тиктогыма видео салған кезде, пинк серверіне келген кезде айтқан болатын, что достар, біз ешқандай да қазақпен конфликт ұстағымыз келмейді. Біз қазақтарды керісінше бір жерге қосқымыз келеді. Қазақтармен қосылып, наоборот, орыстарға тақарсағымыз келеді деп. Но одан кейін білесіңдер ма, не болды? Алмаз білмеймін. Алмаздың балдары, короче, әдейіп жасады ма, или Алмаз өзі білмеді ма? Алмаздың балаларын бүкілі читер болып шықты. Тоже ол видеоны мен TikTok каналымнан салған болатын. Но біз одан кейін жүрдік, бір-бірімізді дымит еттік, бір-бірімізді өлтірдік. Даже мен аяқта өте көптеген семьялармен союз болып алдым там. Winston Advance, Ақжанның семьясы, кім білмейді. Сосын еще Kaz Republic дейтін, бірақ Kaz Republicпен уже біз бір-бірімізден жауымыз, қазір уже не емес, союз емеспіз. Неге екенін білмеймін, тоже ол союз болғысы келмеді ау дейміз амбо. Достар, мейлі тақырыптан ауытпайық, иә. Одан кейін не болды деп сұрасыздар, иә. Біз одан кейін бір-бірімізді дымит етіп жүрдік, атысып жүрдік, прям как обычно жүрдік, тиктогымызға салып. Но одан кейін мына видео шықты, достар, қазір сіздердің экрандарыңызда шығады. Ассалаумағалейкум достар, мынау қазақ балаларына, пинкте ойнайтын қазақ балалар, қазақ семьяларға үндеу. Мені жақсылап тыңдаңдар. Егер де бір-біріңмен қырылып, үстіп хайп жинаймын десеңдер, тоқтақты жинамайсыңдар. Мысалы, Мансур Сигма дейтін, сен пинкке келе салып, балалардың бәрімен, пинктегі балалардың бәрімен сен қырылып атсың. Немесе бір нәрсе айтам, енді бір семьямен қырылсаң, ісін семьян болады. Пинкке келдің бе көтін қысып жүр братчика. Мынау тек қана Мансурға қатысты емес, бәрімізге қатысты, бәріңге қатысты. Мысалы, кеше бір админмен сөйлесіп жүрмін, бір админ флешкада оттым, қазақ балаларды деді, и бір-бірін өлтіріп жатыр дейді, тоқтаусыз бір-бірін өлтіріп жатыр, барандар дейді, типа мен көзімше айтты, күштерің тасып баратса барыңдар, орыстармен қырылыңдар, басқа армяндармен қырылыңдар, бірақ қазақпен қазақ қырылмай-ақ қойыңдар, ең дұрысы. Енді атысып жүрсіңдер ма, маған бәрібір, семьяңның замы, лидер, похуй, кетесіңдер бәрібір, пинктен кетесіңдер. Я достар, бұл видеодан кейін менде өте қатты агрессия болды, прям. Бұл жерге менің вообще қатысым жоқ еді негізі. Мен ойландым, нақ бұл мені айтып жатыр, неге басқалар емес? Мен типа өзім дамып жүрген адаммын ғой деп. Одан кейін Ероха менің WhatsApp-ма келді, личкама жазды, что анау-мынау неғып сен өйтіп жүрсің дедім. Мен оған пруфтарымды дәлелдеп бере аламын, мен оны бастаған жоқпын деді. Ол мен типа TikTok-ымдағы видеоларын қарады да бәрін түсініп, типа кешірім сұрағандай болды, и потом ойланды, неге бүкіл қазақ семьяларын бір жерге жиналмасқа? Лучше сен бар да, сен атысып жүрген Алмазыммен лучше союз болып ал, иә. Союз болды, керісінше ана орыстарды бізге орыс атымен күліп жүр екен үстімізден қарап, ну сол орыстарды атындары неге бір-бірімен атысышыңдар деген бізге ой тастады. Одан кейін достар, примерно біз 10-15 фамадай қазақ фамалары, я ойландар, 10-15 фама бір жерге жиналдық прям. Бір жерге жиналып, WhatsApp группа ашып, шынымен де сол ойды талқыладық. Одан кейін бізде 3 фама қарсы шықты. Бұлар Патриот қызы, Kaz Republic и потом Black Wolf Team. Я, ол 3 фама үшеуі бір-бірімен союз. Оның бастаған бәрін Патриот деп ойлаймын, өйткені Замбо бізбен жақсы араласқан, бірақ Замбо келесі күні маған айтты, что кетік болса миллионға шығамыз. И сосын айтты, біздің союздар айтып жатыр, что скоро сендерді пинктен қуамыз, анау-мынау пинктен де кетесің сен бала деп маған угрожать етті. Но достар, мен Замбоға айттым еді, сен мені ешқандайдан бүйтіп қорқытамайсың, сен қорыққаннан мен бүйтіп не деймін, мен сен пикте кет десем, мен саған кете салмаймын ғой. Бұл серверде мен өзім дамып жүрген адам. Вот достар, одан кейін Ероха видеосынан маған өте көп хейт кетіп қалды. Шынымен неғып сен орыс болып, то есть қазақ болып атышсын, неге бір-бірінді атышсыңдар деп. Жоқ достар, мен оны ешқандай да затым жоқ, керісінше мен қазақтармен союз болғым келді. Осымен достар, мен видеомды аяқтай берейін, что мен ойлаймын осы жерден дәлелдедім, менің ешқандай кінәм жоқ екенін. Ато көп сөйлеп қалды, бәрін бастап жүрген мен орыстар мен қазақтарды, то есть қазақтар мен қазақтарды соғыс бастап жүрген мен тиктогыма салып, бүкілін агрессия етіп жүрген. Жоқ достар, мен ешқандай да ондай емеспін, мен осы видеомда бүкіл затты айттым деп ойлаймын, я достар. Я, бұл мен де видеомыздың соңына да келіп жеттік. Қазір мен Sigma қазақ семьяма айтып кетейін, тиктогымда
видео саған болатын, что бс составымызға набор, бізге атсалатын балдар керек, потому что біз жақында орыстармен соғысты бастаймыз, соған бізге прям атсалатын балдар керек. Сондықтан да мен TikTok каналыма өт, описаниедағы жақта WhatsApp группаға кір да 2398 номеріне өзің қалай атсалатын видеоны жібер, сосын мен может видео ұнаса сені қабылдап аламын. Достар, бұл видеодан кейін сендер қазақ пен қазақ мынандай, бұл видеомызды мынандай сөзбен тұжырымдасақ болады. Қазақты жамандама қазақ бала, қазақты қолдайтын тек қазақ қана деп, осы сөзді біздің ата бабамыз бекер айтпаған. Так что сендердің уже ойланатын уақыттарында келді деп ойлаймын. В общем, всем пока и чао. Скоро новый видеоны тез арада шығарам. Ол үшін сен осы видеоға тезірек лайк басып, маған мотивация беріп кет. Давайте, короче.